Бұл видеоға мұқият назар аударыңызшы. Шелектегі бір краб сыртқа шыққысы келсе, қалғандары оны аяғынан тартып, қайтадан ішке түсіреді. Нәтижесінде ешқайсысы еркіндікке шыға алмайды. Адамдар арасында да дәл солай. Сіз жаңа іс бастағанда, өміріңізді өзгерткіңіз келгенде, немесе биік мақсат қойғанда, жақын адамдарыңыз қолынан келмейді, бұл қиын, бұрынғың жақсы еді деген сөздерін естідіңіз бе? Бұл жай ғана кездейсоқтық емес, бұл шелектегі крабтар теориясы. Есіңде болсын, шелектегі крабтар бір-бірін төмен тартады, өйткені өздері шығуға қорқады. Ал сен сол шелектен шығуға дайын крабсың. Өз жолыңды таңда. Кім сені тоқтатуға тырысса, ол сенің емес, өз қорқынышымен күресіп жүр. Таңды сенімен қарсы ал. Бір кесе жылы суыңды іш, таза ауада серуенде, терең тыныс ал, және өзіңе айт: мен бүгін өзімнің ең жақсы нұсқамды жасап жатырмын. Өмір бұл жарыс емес, жоғарыға өрлеу. Ал сенің міндетің өзіңді төмен татқандарға емес, жарыққа қарай көтерілуге назар аудару. Сондықтан сізге шын ниетімен жақсылық тілейтін, алға сүйрейтін жандармен дос болыңыз. Арманыңыз асқақ болсын. Себебі сіз қазіргіден де биік белестерді бағындыруға қауқарлысыз.